Түн ортасы ауған кез. Ауылдың шетіндегі ескі ғана үйдің терезесінен әлсіз жарық көрінеді. Барлығы ұйқыда. Тек Айман ғана бесіктің қасында отыр. Бесікте оның жалғыз ұлы Мәди, тәтті ұйқы құшағында. Кішкентай қолдары жұдырықталып, анда-санда жымиып қояды. Айман баласының жүзіне ұзақ қарап отырды. Сол сәтте оның жүрегінде бұрын-соңды болмаған бір сезім оянды. Бұл аналық махаббат еді. Ол баласының кішкентай алақанын өз қолына алды. Қандай нәзік, қандай қорғансыз. Я Алла, маған емес, осы балама жақсы өмір бере көр, деп сыбырлады ол. Сол кезде сыртта жел гуілдеп тұрды. Ескі үйдің төбесі сықырлайды. Кедей тұрмыс, жоқшылық, таусылмайтын қиындықтар олардың өмірінің бір бөлігі еді. Бірақ ана жүрегінде бір ғана арман болды. Мәдиім мен көрген қиындықты көрмесе екен. Ол жалғыз ұлын бауырына басып отырып көз жасын сүртті. Өйткені бұл қуаныш жас еді. Көп жылдар бойы сәби сүйе алмай жүрген Айман үшін Мәди тағдырдың ең үлкен сыйы болатын. Ол баласының әр тынысын тыңдайтын, әр күлкісіне қуанып, әр жылағанына бірге мұңаятын. Кейде түн ішінде оянып кетіп, бесікке жақындап, балам аман ба екен деп қайта-қайта қарап қоятын. Ана жүрегі ешқашан тыныш болмайды екен. Күндер айларға, айлар жылдарға ұласты. Мәди есейе бастады. Ал Айманның арманы да бірге өсіп келе жатты. Ол ұлының мектепке барғанын елестетті. Қолына диплом алғанын армандады. Ел сыйлайтын азамат болғанын қалады. Бір күні өз шаңырағын көтеріп, бақытты отбасы болғанын көргісі келді. Сол армандар оның өмірінің жарығына айналды. Жоқшылық қысып тұрса да, ол мойымады. Кейде өзі жемей, баласына жегізді. Кейде өзі кимей, баласына киіндірді. Өйткені ана үшін өз бақыты маңызды емес, баласының бақыты маңызды. Сол түні бесікті баяу тербетіп отырып, Айман көк аспанға қарады. Жұлдыздар жымыңдайды. Мәдиімнің жолы жұлдыздай жарқын болсыншы, деді сыбырлап. Ол кезде Айман алда қандай сынақтар күтіп тұрғанын білмейтін, бірақ бір нәрсені анық білетін. Ол баласы үшін бәріне дайын еді, тіпті өз бақытынан бас тартуға да. Көктемнің шуақты күні еді. Айман ауладағы орындықта отырып, кішкентай Мәдиді бақылап отырды. Бір жасқа енді толған баланың аяқтары әлсіз болса да, жүруге деген ынтасы күшті еді. Мәди екі қолын алға созып, анасына қарай талпынды. Кел, құлыным, келші жаным, деді Айман күлімсіреп. Бала бір қадам жасады, сосын тағы бір қадам. Кенет сүрініп кетіп, жерге құлады. Ерні дірілдеп, көзіне жас үйірілді. Айман орнынан атып тұрды. Жүгіріп барып көтеріп алғысы келді. Бірақ дәл сол сәтте тоқтап қалды. Өйткені өмір бойы баласының жанында болып, әр құлаған сайын көтер алмайтынын түсінді. Тұр балам, өз аяғыңмен тұр, деді жұмсақ дауыспен. Мәди анасын аң-таң болып қарады. Көзінен жас сорғалап тұр. Бірақ Айманның жанарынан қорқыныш емес, сенім көрді. Кішкентай бала екі алақанын жерге тіреп, орнынан көтерілді. Бір қадам, тағы бір қадам. Ақыры анасының құшағына жетті. Айман оны бауырына қысып, маңдайынан сүйді. Ал көзінен жас шығып кетті. Бұл жолы да қуаныштың жасы еді. Өйткені оның баласы алғашқы рет өз күшімен жеңіске жеткен болатын. Жылдар өте бастады. Мәди өте зерек, ақылды бала болып өсті. Бір күні аулада ойнап жүріп, көрші балалардың допын терезеге тигізіп алды. Терезе пыт-шыт болып сынған кезде балалар жан-жаққа қашып кетті. Тек Мәди ғана орнында қалды. Үйге келген соң болған жағдайда анасына түгел айтып берді. Айман үндемей тыңдады. Сен сындырдың ба? Деді. Иә, анашым. Неге қашып кетпедің? Өйткені өтірік айтқым келмеді. Айман ұлына ұзақ қарады.
Сол сәтте оның жүрегін ерекше мақтаныш сезімі кернеді. Терезе қайта салынады, ақша да табылады, бірақ адалдық бәрінен қымбат еді. Ол ұлын құшақтап: «Балам, өмірде бай болмауы мүмкін, бірақ адам болып қал. Сонда менің арманым орындалады», деді. Мәди бұл сөздің мағынасын толық түсінбеді, бірақ анасының көзіндегі мейірімді ұмытпады. Кешкісін олар аулада отырды. Күн қызарып батып бара жатты. «Анашым, мен өскенде кім боламын?» деп сұрады Мәди. Айман күліп жіберді. «Кім болсаң да жақсы адам бол, құлыным. Ал сіздің арманыңыз қандай?» Айман бір сәт ойланып қалды. Сосын баласының шашынан сипап: «Менің арманым сенің бақытты болғаның», деді. Мәди аңғал көңілмен басын изеді. Ал Айман болса көкжиекке көз тастады. Баласының болашағы қандай боларын білмесе де, бір нәрсеге сенімдеді. Мәди әлі талай рет құлайды, талай рет сүрінеді, талай сынақтан өтеді. Бірақ ол әр жолы қайта тұруды үйренуі керек. Өйткені өмірдің өзі алғашқы қадамнан басталатын ұзақ жол еді. Күздің алғашқы күні еді. Таңертең күн әлі толық шықпаған. Бірақ Айман баяғыдан бері ояу болатын. Бүгін ерекше күн еді. Оның жалғыз ұлы Мәди алғаш рет мектеп табалдырығын аттамақ. Айман таңсәрден тұрып ұлының мектеп формасын үтіктеді. Ақ жейдесінің әр қыртысын түзеп, аяқ киімін жылтыратып сүртті. Мәди болса қуаныштан ұйықтай алмай шыққан. «Анашым, бүгін мектепке барамын ғой», деп қайта-қайта сұрай берді. «Иә, құлыным, бүгін сен үлкен азаматтардың қатарына қосыласың». Мәди мәз болып күліп жіберді. Айман да күлімсіреді. Бірақ шостоғызық жүрегінің түбінде бір мұң бар еді. Кеше ғана бесікте жатқан сәбиі бүгін мектепке бара жатыр. Уақыт деген қандай жылдам. Мектеп ауласы балалар мен ата-аналарға толы еді. Біреулер суретке түсіп жатыр, біреулер балаларын құшақтап жатыр. Ал Айман болса, Мәдидің қолын жібергісі келмейтіндей қысып ұстап келеді. Мектеп қақпасына жеткенде, мұғалім балаларды қатарға тұрғыза бастады. «Ал балам, бар енді», деді Айман. Мәди анасына қарап жымиды. «Кешке келемін ғой». «Әрине, құлыным. Сіз күтіп отырасыз ба?» Айманның көзіне жас үйірілді. «Мен сені әр қашан күтемін, балам». Мәди анасының бетінен сүйіп, балалардың қатарына барып тұрды. Бір кезде қоңырау соғылды. Балалар мектеп ішіне кіре бастады. Мәди де есікке қарай беттеді. Бірақ кенет артына бұрылды. Анасы әлі сол жерде тұр екен. Ол қолын бұлғады. Айман да қолын көтерді. Сол сәтте оның жанарынан бір тамшы жас домалап түсті. Балалар ішке кіріп кеткен соңда Айман орнынан қозғалмады. Мектептің есігіне ұзақ қарап тұрды. Қасында тұрған бір ана: «Не болды?» деп сұрады. Айман жымиып: «Ештеңе емес. Бала деген жүректің сыртында жүретін бөлшек екен ғой», деді. Ол үйіне қайтты. Бірақ үй бұрынғыдай емес еді. Тым тыныш, тым бос. Бұрын таңнан кешке дейін Мәди жүгіріп жүретін бөлмелер қазір үнсіз қалған. Айман ұлының ойыншықтарына қарап отырып қалды. Содан кейін көз жасын сүртіп: «Өсіп келеді ғой», деді сыбырлап. Сол күні сабақтан кейін Мәди үйге жүгіріп келді. «Анашым!» Айман есік алдына шығып үлгермей жатып, ұлы келіп құшағына кірді. «Қалай өтті күнің?» «Өте жақсы. Мұғалім апай мақтады. Жаңа достар таптым. Әліппеден әріп үйрендік». Мәди қуана-қуана бәрін айтып жатыр. Айман үнсіз тыңдап отырды. Ұлының көзіндегі қуанышты көрген сайын жүрегі жылып сала береді. Кешке қарай Мәди ұйықтап қалды. Айман оның жанына келіп отырды. Баяғыдай маңдайынан сипады. Сосын ақырын ғана сыбырлады: «Оқы, балам. Білім ал. Менің жетпеген жеріме сен жет. Мен көрмеген жақсылықты сен көр». Терезеден ай сәулесі түсіп тұрды. Айманның жүрегіндегі арман да сол сәуле секілді жылдан жылға жарықтанып келе жатты.
Ол ұлының үлкен адам болғанын емес, ең алдымен жақсы адам болғанын қалады. Өйткені ана үшін ең үлкен мақтаныш баласының адамдық қасиетін жоғалтпауы еді. Уақыт өзен суындай зымырап ағып жатты. Мәди бастауыш сыныпты аяқтап есейе бастады. Бойы өсіп, ойы қалыптаса түсті. Бірақ өмір тек қуаныштан тұрмайды екен. Бір жылы қыз қатты болды. Айман жұмыс істейтін тігін цехы жабылып қалды. Күн көрістің негізгі көзі тоқтады. Үйдегі жағдай күн сайын қиындай берді. Бір күні кешке Айман ас үйде отырып, қолындағы аз ғана ақшаны санап отырды. Алдында төленбеген жарықтың түбіртегі жатыр. Көзінен еріксіз жас тамып кетті. Сол сәтте есіктен Мәди кіріп келді. «Анашым, неге жылап отырсыз?» Айман тез көз жасын сүртіп жіберді. «Ештеңе емес балам, бірақ бала ана жүрегін алдай алмайды екен». Мәди үндемей анасының жанына отырды. «Бізде ақша жоқ па?» Айман жауап бере алмады. Бір сәт үнсіздік орнады. Сосын Мәди анасының қолын ұстап: «Уайымдамаңыз, мен өсемін, жұмыс істеймін, сізді ешқашан қиналтпаймын», деді. Айманның жүрегі шым ете қалды. Бар болғаны 12 жастағы бала осындай сөз айтып отыр. Ол ұлын құшағына қысып: «Жоқ құлыным, сенің міндетің оқу, қалғанын Алла реттейді», деді. Сол күннен бастап Мәди бұрынғыдан да тиянақты бола түсті. Мектептен келген соң сабағын оқиды, үйдің шаруасына көмектеседі. Кейде анасының шаршағанын көрсе, шайын дайындап береді. Бір күні мектепте шығарма жазу байқауы өтті. Тақырыбы «Менің ең қымбат адамым». Балалардың көбі әкесі, атасы немесе ұстазы туралы жазды. Ал Мәди анасы туралы жазды. Ол шығармада былай деп жазды: «Менің анам бай емес, оның үлкен үйі де жоқ. Бірақ мен үшін әлемдегі ең бай адам менің анам. Себебі оның жүрегінде маған деген шексіз махаббат бар». Шығарма аудандық байқауда бірінші орын алды. Мұғалімі Айманды мектепке шақырды. Жеңімпаздарды марапаттау рәсімінде Мәди сахнаға шықты. Қолына диплом алған соң жүргізуші: «Бұл жетістігіңді кімге арнайсың?» деп сұрады. Мәди көп ойланбастан: «Анашым арнаймын», деді. Зал ішіді қол шапалаққа толды. Ал соңғы қатарда отырған Айман көз жасын тыя алмады. Ол дипломға емес, баласының жүрегіндегі мейірімге қуанды. Сол түні олар үйге бірге қайтты. Аспанда сансыз жұлдыз жымыңдап тұр еді. Мәди дипломын құшақтап келеді. «Анашым, сіз бақыттысыз ба?» деп сұрады кенет. Айман жымиып қарады. «Неге сұрадың?» «Білгім келді». Айман ұлының иығына қолын қойды. «Менің бақытым дәл қазір қасымда келе жатыр балам». Мәди түсінбей күлді. Ал Айман болса ішінен: «Я Алла, баламның жүрегін таза сақтай қор», деп тіледі. Өйткені ол өмірдің ең қиын сынақтары әлі алда екенін сезетін. Мәди енді балалық шақтан жастық шаққа қадам басып келе жатқан еді. Жылдар өте берді. Кеше ғана анасының етегінен ұстап жүрген Мәди енді бойжеткендер көз тастайтын, ауыл үлкендері мақтап жүретін сымбатты бозбалаға айналды. Мектептегі соңғы жыл еді. Алда үлкен өмір күтіп тұр. Бірақ үлкен өмірмен бірге үлкен шешімдер де келеді екен. Мәди сабақтан келген сайын кітапқа үңіліп отыратын. Кейде түн ортасына дейін дайындалады. Ал Айман ұлының бөлмесінің шамы сөнбей тұрғанын көріп: «Балам, демалыс аздап» дейтін. «Әлі біраз дайындалуың керек, анашым. Денсаулығыңнан айырылып қалма. Уайымдамаңыз, мен бәрін жақсы тапсырамын». Айман үнсіз басын изейтін, бірақ ана жүрегі бәрібір алаңдайтын. Бір күні мектептен келген Мәди ерекше қуанышты еді. «Анашым, не болды балам? Мен грант ұтып алсам, Алматыға оқуға барамын». Айманның қолындағы кесесі дір ете қалды. Алматы. Бұл сөз оның жүрегін екіге бөлгендей болды. Бір жағынан қуанды, өйткені ұлының арманы орындалғалы тұр. Екінші жағынан қорықты,
Өйткені жалғыз ұлы өзінен алысқа кетпек. Сол түні Айман ұзақ ұйықтай алмады. Мәди ұйықтап жатқан бөлмеге бірнеше рет кіріп шықты. Ұлының жүзіне қарап отырып, оның кішкентай кезі есіне түсті. Алғашқы қадамы, алғашқы сөзі, алғаш мектепке барған күні. Бәрі кеше ғана болғандай. Ал бүгін ол үлкен өмірге қанат қаққалы тұр. Ұлттық бірыңғай тестілеу күні келді. Айман таң намазынан кейін ұзақ дұға жасады. Мәди үнсіз ғана дайындалып жүр. Сырттай сабырлы көрінгенімен ішінде толқу бар еді. Емтихан өтетін жерге жеткен соң Айман ұлының жағасынан түзеп қойды. Балам, анашым, қанша ұпай алсаң да, қандай нәтиже болса да, сен мен үшін бәрібір ең жақсы баласың. Мәди анасына қарап күлімсіреді. Мен сізді жерге қаратпаймын. Айман оның маңдайынан сүйді. Сосын үнсіз қарап қала берді. Ұлы ғимаратқа кіріп кеткенше көзін алмады. Нәтиже шығатын күн де жетті. Мәди компьютер алдында отыр. Айман оның жанында тұр. Екеуінің де жүрегі дүрсілдеп соғып тұр. Экранда нәтиже шықты. Жоғары бал. Грантқа жететін ұпай. Бір сәт үнсіздік орнады. Содан кейін Мәди, анашым, мен өттім деп айқайлап жіберді. Айман орнында тұра алмады. Ұлын құшақтап алып жылады. Бұл өміріндегі ең бақытты сәттердің бірі еді. Өйткені көп жылғы арманының бір бөлігі орындалды. Бірақ қуанышпен бірге қоштасу күні де жақындап келе жатты. Тамыздың соңғы аптасы. Жолға жиналатын күн. Айман таңертеңнен бері үнсіз. Киімдерін реттеп, сөмкесін жинап жүр. Әр затты салған сайын жүрегінің бір бөлшегін бірге салып жатқандай сезінді. Кешке Мәди анасының қасына келді. Анашым, балам, мен кетсем жалғыз қаласыз ғой. Айман күлімсіруге тырысты. Ана үшін баласының биікке ұшқаны жалғыздықтан маңыздырақ. Мен жиі хабарласып тұрамын. Білемін, құлыным. Мәди анасының қолынан ұстап ұзақ отырды. Ал екеуі де ертеңгі күннің екеуіне де оңай болмайтынын түсінді. Түнде бәрі ұйқыға кеткенде Айман терезе алдында жалғыз отырды. Аспандағы жұлдыздарға қарап ұзақ ойланды. Мен оны қанша жақсы көрсем де мәңгі қасында ұстай алмаймын. Бала деген қонақ екен ғой. Көзінен тағы да жас сырғып түсті. Бірақ бұл мұңның ғана емес, мақтаныштың да жас еді. Өйткені оның Мәди арманның соңынан кетіп бара жатқан болатын. Ал нағыз ана баласын өзіне емес, болашағына байлайды. Таң әлі толық ата қоймаған. Теміржол вокзалының маңында адамдардың қарбалас тіршілігі басталып кеткен. Біреулер жақындарын шығарып салып жатыр. Біреулер асығыс пойызға мініп үлгеруге тырысады. Ал адамдардың арасында Айман мен Мәди үнсіз тұрды. Екеуінің де жүрегінде айтылмаған сөз көп еді. Мәдидің жанында үлкен жол сөмкесі тұр, ал алдында жаңа өмір. Айман ұлының жүзіне қайта-қайта қарай береді. Бір нәрсені ұмытып қалғысы келмейтіндей, әр қимылын, әр күлкісін жүрегіне сақтап алғысы келетіндей. Анашым, тоңып тұрған жоқсыз ба? Деді Мәди. Жоқ, балам. Неге үндемей қалдыңыз? Айман күлімсіруге тырысты. Сені тыңдап тұрмын. Шын мәнінде ол сөйлесе бастаса жылап жіберетінін сезіп тұрды. Сондықтан үнсіз қалғанды жөн көрді. Пойыздың келетін уақыты жақындады. Динамиттен хабарландыру естілді. Жолаушылар қозғала бастады. Айманның жүрегі тарс-тарс соғып кетті. Міне, күткен күн де келді. Кішкентай кезінде бесік тербетіп отырған ұлы енді үлкен өмірге аттанғалы тұр. Мәди анасына бұрылды. Анашым, уайымдамаңыз. Уайымдамаймын, құлыным. Жақсы оқимын. Білемін. Сізді ұятқа қалдырмаймын. Осы сөзді естігенде Айманның көзіне жас келді. Ол ұлының бетін екі қолымен ұстап. Балам, мен сенен ешқашан байлық сұраған емеспін. Ешқашан атақ сұраған емеспін.
тек адам болып қал. Жүрегіңді таза сақта. Сонда мен үшін одан асқан бақыт жоқ. Мәди басын изеді, бірақ оның да көзіне жас толып тұрған еді. Пойыз келді, қоштасу сәті жетті. Мәди анасын құшақтады. Бала кезіндегідей емес. Бұл жолы еш еткен жігіттің құшағы еді. Айман ұлын қатты құшақтап тұрды. Құдды уақытты тоқтатқысы келгендей. Сол құшақтың ішінде Мәди балалық шағымен қоштасып жатқандай болды. Ал Айман жүрегінің ең қымбат бөлігін алысқа шығарып салып тұрғандай сезінді. Пойыз қозғала бастады. Мәди терезе жанында тұр. Айман сыртта. Екеуі бір-бірінен көз оралмайды. Пойыз баяу жылжыды. Сосын жылдамдай түсті. Мәди қолын бұлғады. Айман да қолын көтерді. Көзіндегі жасты сүртуге де үлгермеді. Бір кезде пойыз көзден ғайып болды. Вокзал босап алды. Айналада адамдар бар. Бірақ Айман өзін жалғыз сезінді. Өте жалғыз. Үйге қайтқандағы тыныштық бұрынғыдан да ауыр еді. Есік ашқанда ешкім қарсы алмады. «Анашым, келдіңіз бе?» деген дауыс жоқ. Ас үйде ішілмеген шай тұрмайды. Бөлмелерде жүгірген аяқтың дыбысы естілмейді. Айман баяу ғана Мәдидің бөлмесіне кірді. Төсегі жинаулы, кітаптары орнында. Қабырғадағы суреттер сол күйі тұр. Бәрі бар. Тек Мәди ғана жоқ. Сол сәтте ана, жүрегі бос қалған үйдің қаншалықты суық болатынын түсінді. Ол ұлының жастығын құшақтап отырып, ұзақ жылады. Кешке телефон шырылдады. Экранда Мәди деген жазу шықты. Айман бірден көтерді. «Анашым!» «Иә, балам, мен жеттім». Даусын естіген сәтте Айманның жүзіне күлкі оралды. «Қалайсың?» «Жақсымын. Сіз жылаған жоқсыз ба?» Айман күліп жіберді. «Жоқ, құлыным». Бірақ дәл сол кезде көзінен тағы да жас ағып тұрған еді. Телефонды қойған соң ол терезе алдына келді. Түнгі аспанға қарады. Сол аспанның астында оның ұлы да жүр. Басқа қалада, басқа өмірде. Бірақ ана жүрегінен ешқашан алыстамайды. Айман көкке қарап сыбырлады. «Жолың ашық болсын, Мәдиім. Менің орындалмаған арманымды емес, өз арманыңды орында». Сол түні ол алғаш рет ұлың қасында емес, жүрегінде тербетіп ұйықтады. Алматыға келген алғашқы күндері Мәди үшін бәрі жаңа, әрі қызық көрінді. Биік ғимараттар, асығыс адамдар, үлкен аудиториялар, жаңа достар, жаңа өмір. Бірақ уақыт өткен сайын өмірдің сыртқы әдемілігінің артында қаншама қиындық жатқанын түсіне бастады. Студенттік жатақханадағы бөлме тар еді. 4 жігіт бірге тұрады. Біреуі сабақ оқып отырса, екіншісі телефонмен сөйлеседі. Үшіншісі музыка қосады. Тыныштық деген жоқ. Ал ауылдағы кең үй мен анасының жанындағы жайлы өмір енді тек сағынышқа айналған еді. Кей түндері Мәди терезенің алдында тұрып, ауылын еске алатын. Айманның дайындаған ыстық бауырсағын, шай үстіндегі әңгімелерді. Мектептен келгенде күлімдеп қарсы алатын анасын. Сол кездері жүрегі ерекше елжіреп кететін. Бір күні сабақтан кейін достары кафеге бармақ болды. Ал Мәди қалтасын тексерді. Ақшасы аз қалған. Стипендияға дейін әлі бірнеше күн бар. Ол үндемей жатақханаға қайтып кетті. Кешке бөлмеде жалғыз отырғанда телефонына хабарлама келді. Анасы жазыпты. «Балам, жағдайың қалай? Аш жүрмеген шығарсың». Мәди еріксіз жымиып қойды. Ана жүрегі 1000 шақырым жерден де бәрін сезеді екен. Бірақ ол анасын уайымдатқысы келмеді. «Бәрі жақсы анашым, уайымдамаңыз», деп жауап жазды. Ал шын мәнінде сол күні кешкі ас ішпеген еді. Бірнеше күннен кейін Мәди ауырып қалды. Дене қызуы көтерілді. Жатақханада жалғыз жатты. Сол сәтте анасының жанында болғанын қатты қалады. Бала кезде ауырса, Айман түнімен маңдайына суық шүберек басып шығатын. Шай қайнатып беретін. Басына отырып дұға оқитын.
Ал қазір жанында ешкім жоқ. Мәди көзін жұмып жатып, «Анашым», деп сыбырлады. Сол түні Айман да мазасызданып шықты. Іші алай-дүлей. Ұйқысы келмейді. Бір нәрсе болғандай сезім маза бермеді. Таңертең өзі хабарласты. Телефонды көтерген Мәдидің даусы әлсіз шықты. «Балам, ауырып тұрсың ба?» «Жоқ, жай ғана шаршадым». «Маған өтірік айтпа». Мәди үнсіз қалды. Айман бәрін түсінді. Телефонның ар жағында отырғанымен, ана жүрегі ұлының жанында тұрғанда еді. «Дәрі іштің бе?» «Иә». «Жақсылап емдел, тамақ іш, өзіне қара. Сен ауырсаң, мен де ауырамын, балам». Осы сөзді естігенде Мәдидің көзіне жас келді. Ол алғаш рет үйден жырақта жүргеннің қаншалықты қиын екенін сезінді. Арада бірнеше ай өтті. Мәди сабағын жақсы оқып жүрді. Бірақ өмір тағы бір сынақ дайындап қойған еді. Бір күні ол анасына ақша жібермек болып банктегі есеп шотын тексерді. Күтпеген нәрсені көрді. Айман оған ақша аударып жіберіпті. Аз емес, біраз қаражат. Мәди таңғалып қалды. Өйткені анасының жағдайын жақсы білетін. Сол күні кешке хабарласты. «Анашым, ақша не үшін жібердіңіз?» «Қажет болып қалар деп». «Бірақ сіздің өзіңізге керек қой». «Маған бәрі жетеді». «Қайдан алдыңыз?» Айман үнсіз қалды. Кейін ғана айтты. «Бірнеше ай қосымша жұмыс істедім». Мәди жүрегінің шым ете қалғанын сезді. Ол көз алдына анасының шаршаған жүзін елестетті. Кешке дейін еңбек етіп жүргенін ойлады. Сол кезде алғаш рет өзінің тек өзі үшін емес, анасы үшін де оқып жүргенін түсінді. Сол түні Мәди терезенің алдында ұзақ тұрды. Алматының шамдары жақырап көрінеді. Қала ұйықтамаған. Бірақ оның ойы ауылда еді. Анасының жанында еді. Ол іштей өзіне уәде берді. «Мен міндетті түрде жетістікке жетемін. Анамның төккен әрбір көз жасы мен маңдай тері ақталуы керек. Ол мен үшін қанша еңбек етсе, мен де соның бәрін ақтаймын». Сол түні Мәди бұрынғыдан да есейіп кетті. Өйткені нағыз ер азаматтың жүрегінде өз арманы ғана емес, анасының арманы да өмір сүретін еді. Көктем келіп, табиғат қайта түлеген шақ. Ағаштар бүршік жарып, айнала жасыл түске бояла бастады. Бірақ Айманның жүрегінде көктем емес, үнсіз алаң бар еді. Соңғы кездері өзін жиі әлсіз сезінетін. Кейде басы айналады, кейде жүрегі қысылып кетеді. Бірақ ол бұл туралы ешкімге айтпады. Әсіресе Мәдиге. Өйткені ұлының сабағына алаңдағанын қаламады. Күн сайын телефонмен сөйлескенде даусын көңілді шығаруға тырысатын. «Анашым, жағдайыңыз қалай?» «Өте жақсы, балам». «Шаршап жүрген жоқсыз ба?» «Жоқ, құлыным». Ал телефонды қойған соң орындыққа отырып терең күрсінетін. Кейде жалғыз бөлмеде үнсіз көз жасын сүртіп алатын. Бірақ келесі қоңырауда бәрібір күлімдеп сөйлейтін. Ана деген сондай екен. Өзінің мұңын жасырып, баласының қуанышын сақтайды. Бір күні көршісі Гүлнар апай келді. Айманның жүзі бұрынғыдай емес екенін байқап. «Дәрігерге көріндің бе?» деп сұрады. Айман жай ғана жымиды. «Өтіп кетер». «Өзіңді күтпесең болмайды». «Мәди оқуын аяқтап алсын, содан кейін қараймын». Гүлнар апай үндемей қалды. Өйткені бұл сөздің артында ананың бүкіл өмірі жатқанын түсінді. Айман үшін әрқашан бірінші орында өзі емес, ұлы болатын. Ал Алматыда Мәди соңғы курста оқып жүрді. Сабағы жақсы, ұстаздары мақтайды. Болашағынан үлкен үміт күтеді. Бірақ соңғы кездері анасының даусынан бір өзгешелік сезетін. Бұрынғыдай емес, шаршаңқы сияқты. Кейде ұзақ сөйлеспейді, кейде телефонды ерте қоя салады. Бір күні ол: «Анашым, шыныңызды айтыңызшы, бәрі дұрыс па?» деді. Айман бір сәт үнсіз қалды. «Бәрі жақсы, балам. Даусыңыз мұңды шығады. Сені сағынғаннан шығар».
Осы сөзден кейін Мәди де үнсіз қалды. Өйткені ол да анасын қатты сағынатын. Жаз келді. Мәди диплом қорғауға дайындалып жүрді. Ал Айман күнтізбеге қарап күн санап отырды. Ұлының оқу бітіретін күні жақындаған сайын жүзіне жылылық оралатын. Тек сол күнді көрсем болды деп қоятын кейде. Бір күні кешке ескі сандықты ашты. Ішінде Мәдидің бала кездегі заттары сақтаулы тұр екен. Алғаш киген кішкентай аяқ киімі, балабақшадағы суреті, мектептегі алғашқы дәптері. Айман оларды қолына алып отырып жылады. Бірақ бұл мұң емес еді. Бұл өмірдің қалай тез өткеніне таңғалған ананың көз жасы болатын. Сол түні ол терезе алдына келіп отырды. Аспандағы жұлдыздарға ұзақ қарады. Мәдиім, деп сыбырлады. Сен дүниеге келген күні менің өмірімнің мәні пайда болды. Сенің әр қуанышың менің қуанышым болды. Әр қайғың менің қайғым болды. Мен ешқашан бай болмадым. Бірақ сенің анаң болғаным үшін өзірінді әлемдегі ең бай адам сезіндім. Көзінен жас сырғып түсті. Сол сәтте телефон шыр етті. Қоңырау шалып тұрған Мәди. Айман бірден даусын түзеп алды. Иә балам, анашым, жақсы жаңалығым бар. Айтағұл құлыным, мен дипломымды үздік қорғадым. Айман көзін жұмып жымиып кетті. Сол сәтте жүрегіндегі барлық ауырлық жеңілдеп кеткендей болды. Мен саған сенгенмін балам. Бұл сіздің еңбегіңіз, анашым. Айман көз жасын білдірмеуге тырысты. Жоқ балам, бұл сенің еңбегің. Телефон тұтқасының ар жағында үнсіздік орнады. Сосын Мәди ақырын ғана, мен жақында үйге барамын, деді. Айманның жүрегі енжіреп кетті. Күтемін, құлыным, мен сені әр қашан күтемін. Сол түні ол ұзақ уақыттан бері алғаш рет көңілі жайланып ұйықтады. Өйткені көп ұзамай жүрегінің ең қымбат адамы үйге оралатын еді. Бұл хикая мұнымен аяқталған жоқ. Келесі бөлімді күтіңіздер. Егер видео ұнаса, лайк басып каналға жазылуды ұмытпаңыз.